тек екі ғана заттан тұратын, яғни орамжапырақ пен сәбізден жасалатын карри салатын дайындайтын боламыз. Өте дәмді, міндетті түрде дайындап көріңіздер. 500 грамм орамжапырағымызды 4 бұрыш етіп турайтын боламыз. Турап болғаннан кейін арасын ашып, араластырып, бір ас қасық тұз салып, 30 минутқа қойып қоямыз. Одан кейін үстіне бір орташа сәбізімізді осылай ұзынша келген күштен өткізіп, тағы да кішкене араластырамыз. Қатты мыжымаймыз. Сөлін шығармай, тек жаймен араластырамыз. Кейін бір ас қасық қант қосып, бір шай қасық паприка қосамыз. Қара бұрыш себеміз. Және 2-3 тіс жаңағы сарымсағымызды, яғни чесногымызды осындай езіп қосамыз, немесе ұсақтап турауға болады. Және уксусымызды жарты шай қасық қосамыз. Көп қосып жібермеңіздер. Және ащы бұрыш, менде тоңазытқыштан жаңағы морозильниктен шыққандықтан осылай сөлін сығып қостым. Және кішкене қасықтың ұшымен ғана куркума қосамыз. Енді майымызды қыздырып, осылай чесноктың үстіне құйып жібереміз. Ендігі кезекте салатымызды араластырамыз. Салатымызды осылай бетін жаппай, 1 сағат көлемінде қойып қойсаңыздар, бір-біріне дәмі сіңіп, үйлесіп өте дәмді шығады. Және кез келген майлы тамақпен үйлесімді келеді. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Астарыңыз дәмді әрі берекелі болсын.